Бәріне сәлем. Біздің блогерлермен және оқушылармен бізге шайқасты тамашалаймыз. Негізі ойын өте қызық болады. Сіздерге 2 минут беріледі. 2 минутта ана жақтан біраз неше түрлі тағамды әкелу керек. Ет бар, не бар. Соны 2 минутта әр команда жеке-жеке жинап әкелу керек. Ана құтыларға. Сосын бар 1 сағаттың ішінде біз тамақ пісіреміз. Біз дегенде сіздер, мен қарап тұрам. Дайынсыздар ма? Иә! Ал ендеше кеттік. 1, 2, 3. Так, біздің командалар не жинаған қарап көрейік, е? Банан, макарон, қызық, жақсы. Бізде капуста, морковь, картошка, помидор, пияз и зелень, конечно. Бізде макарон, картошка, лук, помидор, перец. Помидор. Жақсы. Қызық болатын сияқты, сіздердің тамақтарыңыз көрейік. Бізде керек заттың бәрі бар, бананға түгіл. Енді бізде ет те бар. Бірақ етті біз жай ғана бере салмаймыз. Қарасаңыздар, бізде неше түрлі ет бар. Мұнда фарш бар, тауық бар, аралас. Сонда осы команданың бәрі деген бір-бірімен көне бір ойын ойнау керек болады. Сульфа деген. Осының қайсысы кімге бұйыртатынын көреміз сонда. Сульфа. Мен северик па? Кім жеңдір? Бір сағаттың ішінде біздің командалар тамақтың бәрін пісіріп болу керек. Енді бастасақ болады. Вот, кому лишняя доска нужна? Вот. Я никогда не готовила в жизни. Никогда. Надеюсь, что нормально будет. Ал енді дайындап бастапсыздар. Бірақ сіздер бір нәрсе ұмытып кеткен жоқсыздар ма? Специи надо? Да. Не вам, Макс. Біз бірнеше сұраққа жауап беріп кетеміз. Сіздерде тек қана бір шанс болады. Егер де дұрыс жауап бере алмасаңыздар, Онда жоқ, тұзды болады, бірақ тек қана тұзды болады. Бірінші сұрақ. Сырдарияның төменгі ағысында оғыздардың отырушылықпен айналысқан дәлелдейтін қала? Ау? Жуара, бәрекелді. Молодец, Надя, бекер күтпедік. Африка материгінің солтүстік батысында орналасқан тау. Тау. Африканың Солтүстік батысында орналасқан тау. Айдахар, Кап, Камерун және Атлас. Камерун? Жоқ, аспаңыздар. Бірігіп, жауаптарыңызды айтпаңыздар бірінші. Бас, айтырыз басын? Айдахар, Кап, Камерун және Атлас. Камерун мен Кап екеуін біреу. Бе? Кап, Камерун емес. Өкінішке орай. Құладыңыздар уже. Окей. Екінші дүниежүзілік соғыс болған жылдар. 1939-1945. Бәрекелді. Қылмыстық іс жүргізу құқығында қолданылатын әдістердің бірі. Бірінші нұсқа дедукциялық, екінші индукциялық, үшінші интенсивті және соңғысы императивті. Императивті. Дәл солай, керемет. Ура! Азаматтардың толық әрекет қабілеттілігі басталады қай жастан? Ау? Азаматтардың толық, дәл солай. Бергім келмесе де берейін же. Біздің қатысушылардың картоп ашу біліктілігі қандай екен? Мен жақсырақ аршитын сияқтым бар ғой. Таза еңбектермен бүкіл продуктыны жинап алған біздің қатысушылар қазір енді одан тамақ пісірейін деп жатыр. Дәл солай. Тамақты ең әдемі турап, ең жақсы пісіретін адам тобырдағы өзінің мықтылығын және басшылығын дәлелдейтін болады. Жақындап көрейік. Не пісіргеніңіз көрсетсеңіз ал. Біздің тамақтың аты макароны по-флотски. Ол негізі бағана жарты сағат бұрын дайын болған. Қазанда түсірмедік. One eternity later. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin, ils donnent de la joie ou bien du chagrin, affaibli par la faim, je suis. Біздің командамыздың аты Сұңқар. Сұңқардай қалықтаймыз, біз жеңуден жалықпаймыз. Жастар тобы алға, биіктерге самға. Чемпион это сила, қалғандары терпила.
Енді тамақтың қаншалықты дәмді болғанын мен жай ғана сөзбен жеткізе алмаймын. Сондықтан біз енді өкінішке қарай кімнің жеңгенін таңдай алған жоқпыз. Бірақ таңдауды біз сізге қалдырамыз. Астында пікірлерге қай тағамның жеңгенін, қайсысы ең әдемі екенін жазып жатсаңыз болады.